Саламатсыздар ма? Есептер шығаруды жалғастырамыз. Кез келген метрмен берілген шаманы километрге ауыстыратын программа құру қажет. Компиляторды ашып, мен осы жерде айнымалар енгізетін боламын. Яғни метр дегенді кәдімгідей метр қылып жаза салайық. Және километрден бізде екі ғана айнымал бар: метр және километр. Өте қарапайым есеп. Соның өзін біз қалай шығарамыз? Дабл метр шама берілмеген, анық емес, демек мен оны клавиатурадан өзім енгіземін, яғни син деген енгізу операторын жазамын. Син метр және де километр бізде есептеледі, себебі ол метр арқылы анықталады. Километр дегенді km деп жаза салайын. Бұл жерде метрді бөлемін мыңға. Солай ғой формуласы. Формуласын біз жатқа білетін болғандықтан мен оны интернеттен іздеп алдын ала дайындап әуре болған жоқ. Және де count километрді баспаға шығарамын. Және бір қасына түсініктеме мәтін қойып жіберейін. Километр деп жаза салайын. Километр. Және бізде не бар? Эндо бар. Яғни программаның соңы. Return. Так, баспаға басамын. Метрмен берілген бір қандай да бір суммамен енгізуім керек. Мысалы үшін 12530 метр. Жауабы 12,53 километр. Міне шығып тұр. Енді менің бұл жерде көрсетейін дегенім. Бүкіл программаларда біз дабл int деген қайта-қайта жаза беріп жатырмыз. Осы нәрсені қайтадан болдыртпау үшін, яғни әр жерде жаза бермеу үшін, программаның басында мен метрді, километрді дабл деп сипаттап беріп кетемін. Үтір қою арқылы жазып кете беруге болады. Және программаның ішінде дабл int деген сөзді қайта-қайта жаза бермей, басында бір рет бәрін сипаттап алып, кейін уже қолдана беруге болады. Одан ештеңе өзгермейді. Мұны программа үлкен болған жағдайда анау мешать етеді, қайта-қайта дабл жаза берген. Сол үшін дабл деп бір рет жазып қойып, бүкіл даблға жататын айнымаларды, int деп бір рет жазып қойып, бүкіл intқа жататын айнымаларды жазып қоюға болады да, сосын программаның барысында қолданып кете беруге болады. Міне программам жұмыс істеп тұр, және де ол километрге аударып есептеп беріп тұр. Келесі бір есеп, экономикалық есептердің жалғасы. Америкада деп Холл мырзаның жылдық табысы 32 мың доллар дейді. Яғни оларда доллармен айлық есептеледі, және бір жылдық табысқа табыс салығын төлейді. Табыс салығы келесі түрде есептеледі. Егер табыс 30 мың долларға дейін болса, олар 8% салық төлейді. 30 мыңнан 75 мың долларға дейін болса, 12% салық төлейді. Және табыс 75 мың доллардан жоғары болса, 15% салық төлейді. Холл мырзаның төлейтін салық сомасын есептеу қажет. Дәл осы есепке біз қазір программалық код жазатын боламыз. Бұл жерде ешқандай формула керек емес, тек ғана шарт арқылы жұмыс жасаймыз. Яғни, егер мынадай болса, онда мынадай деген сияқты. Демек, компиляторға өтемін. Мынау керек емес, 2-3 қатарды өшіріп тастаймын. Дабл деген жерге менде Холл мырзаның табысы бар. Яғни мен оны табыс деп жазамын. Сонымен қатар менде салық суммасы бар. Салық деп жаза салайын, кәдімгідей. Салық. Сонан соң, осы екеуінен басқа айнымалы керек емес. Табыс бар, бізде салық бар. Енді табыстың мәнін клавиатурадан енгізетін қылып берейік. Яғни біз өзіміз білеміз, бізде ол қазір 32 мың болып тұр, 32 мың доллар болып. Салықты біз уже есептейміз, яғни табысқа байланысты есептейміз. Сонымен, егер де табыс, егер де деген сөз, ол if деген оператор бізде, және де ішінде шарт жазылады. Егер де табыс кіші болса 30 мыңнан дейді.
және бізде мынандай жақша ашылады, есептеу басталады деген. Сөйтіп салықты есептейміз. Демек, салық табысты көбейтеміз пайызға, иә? Табысты көбейтеміз 8% дедік, яғни 0,08. Так, ары қарай. Егер де болса, онда осындай пайыз есептеледі. Ары қарай, егер бұл шарт орындалмайтын болса, else, if, келесі шартты жазамын. Табыс бізде табыс кіші не тең 75 мыңнан болса, онда есептейміз. Яғни, онда біздің салығымыз салық тең болады. Көшіре салсам болады екен ғой. Тең болады 12% еді, иә? Жөндеп бір қарай салайықшы. Так, 8%, иә, 12%. Ары қарай. Егер де бұл шарт орындалмаса, онда мен else деймін де, уже шарт жазбаймын. Демек, үшінші шарт міндетті түрде орындалады. Олай болса, менде 15%. Олай болса, 15% есепте. Және де return. Баспаға шығарамыз. Баспаға count. Екеуінде шығарып көрейік. Екеуінде шығарып көрейік. Жазып, түсініктеме матырмен. Табыс менде сумасымен прям шығарайық. Түсініктеме мәтін. Доллар. Және де эндол. Сол сияқты count. Салық. Так, салық. Доллар. Және де эндол. Нүктелі үтір. Бір тексеріп шығайық. Нүктелі үтір, нүктелі үтір, нүктелі үтір. Барлығы дұрыс сияқты. Табысты біз бастапқыда берген жоқпыз, бірақ бізде есепте берілгені 32 мың доллар. Табыс 32 мың доллар болса, салық 3840 доллар болады екен. Басқа түрін беріп көрейік. 30 мыңға дейін беріп көрейік. Мысалы үшін 25.400 доллар. 25.400 доллар болса, салық 2032 доллар, яғни 8%-пен есептеледі, салығы кішкене аздау болады екен. Ал егер 75 мыңнан көп болса, мысалы үшін 92.500 деп берейік. Бұл кезде уже 15%-пен есептеледі, табыс 92.500, салығы 13.875 доллар. Міне осындай қызықты есептерді шешуге болады. Осыған ұқсас есептерді шешіп үйреніңіздер, және бұдан кейін де түрлі қызықты есептер салатын боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.